Сәлем, сіздермен бірге біз қысқаша шолу. Бүгін мен босатылған қыз деп аталатын тай мистикалық триллерлерінің антологиясындағы эпизод туралы сөйлесеміз. Алда спойлерлер бар. Бангкоктағы Пантан Виттая мектебі елдегі ең қатал мектеп ретінде танымал. Тіпті ең танымал студенттер де осында оқуын аяқтаған кезде түзетіледі деген қауесет бар. Жалпы алғанда мектепте 427 ереже бар. Оларды үнемі ұстану керек. Бұл ережелердің кеңдігі соншалық, оларға арналған бүкіл кітап бар. Ережеге бағынбаған үшін ұсталған кез келген адам дене жарақаты және тіпті өлім сияқты ауыр жазаға кесіледі. Осыған байланысты студенттер әрқашан қорқынышпен өмір сүреді. Тіпті олардың өз пікірлері жоқ, олар жансыз көрінеді және қуыршақ сияқты әрекет етеді. Екінші жағынан, мұғалімдер жүрексіз және қатыгез. Олар студенттерге зиян тигізгісі келеді. Демек, мектеп өзінің сүйкімділігін жоғалтты және бәрі ақ-қара болып көрінеді. Қандай да бір себептермен ашық қызғылт костюм киген директорды қоспағанда үйге жарқын нәрсе әкелу бұзушылық болып саналады. Шоудың басында Нанна есімді жаңа оқушы Пантан Виттая мектебіне келеді. Ол көңілді қыз және көңіл көтеруді ұнатады, бірақ ол қақпадан кіре салысымен айналасындағы барлық нәрсе қара болады. Ол сыныпқа келгеннен кейін мұғалім одан өзін таныстыруды сұрайды. Нанна жаңа достарына мойынсұнып амандасады, бірақ олар жай ғана белгісіз күлімсіреп жауап береді. Көп ұзамай сабақ басталып, Нанна ұялшақ қыздың қасында отырады. Ол әңгіме бастауға тырысады, бірақ нәтиже бермейді. Кейінірек ол заттарын алып жатқанда, Нанна кездейсоқ қара қызыл ерін далабын түсіріп алады. Бұл ақ-қара ортаға енеді және оны барлық сыныптастары байқайды. Бақытымызға орай мұғалім көрмей алды және ұялшақ қыз оны алды. Нанна оған алғыс айтып, оны сөмкесіне тез жасырады. Алайда бірнеше минуттан кейін мектептегі тәртіпке жауапты Лиза өзінің жақтастарымен бірге пайда болады. Ол округтегі ең қатыгез мұғалім екені анықталды. Кейбір студенттер оның көрінісінен қатты қорқып, шалбарын бірден сулайды. Бүгін Лиза кездейсоқ сөмке іздеуге келді. Наннаға кезек келгенде, ол басқалардың жеке заттарын қарау жеке өмірге қол соғу екенін түсіндіруге тырысады. Алайда Лиза сөмкесін күшпен ұстап алып, оны қазып алады. Ерін далабы жақын арада табылатынын күтіп, бүкіл сынып тынысын алды. Бірақ олардың таңқаларлығы ол жоқ. Ақылды Нанна оны басқа жерде жасырды. Лиза қолбасшыларымен бірге кетіп бара жатқанда, ол қатты күледі. Көп ұзамай Нанна өзінің шын мәнін көрсете бастайды. Ол шын мәнінде бүлікші, оның жалғыз мақсаты Пантана Виттая мектебінің әдет-ғұрыптары мен ережелерін өзгерту. Ол оқуға немесе достар табуға мән бермейді. Тек мұғалімдерді жазалап, қылмыстар үшін төлеуге мәжбүр еткісі келеді. Бірінші қадам үшін ол ерін далабын алып, оны бүкіл сыныптың көз алдында бояйды. Ереже осылай бұзылғанын көргенде бәрі таң қалады. Келесі көріністе Нанна асханада ұялшақ қызбен бірге. Соңғысы ақыры ашыла бастады, бірақ соған қарамастан ол Наннаға өзінің ерсі қылықтарынан сақ болуға кеңес береді. Ол қорқынышты өкіну бөлмесіне ережелерді бұзған үшін жіберілген 2 студенттің мысалдарын келтіреді. 3 күн өтті, бірақ студенттер әлі шыққан жоқ. Бір таңқаларлығы, мұны естігеннен кейін де Нанна мүлдем алаңдамады. Оның орнына ол маньяк сияқты күле бастайды. Бұл Лизаның назарын аударады, ол да жақын жерде. Наннаның боялған ернін байқаған кезде оларды дереу сүртіп, ерін далабын алып тастайды. Жаза ретінде Наннаға аптап ыстықта тұрып, кітаптағы барлық 427 ережені жатқа білуге бұйрық беріледі. Алайда біздің бүлікшіні оңай қорқыту қиын. Оқушылар оны бақылап отырғанда, Нанна кітаптағы әрбір ережеге күле бастайды. Бұл бірнеше студенттердің, тіпті кейбір мұғалімдердің назарын аударады. Лиза да келеді және оның көз алдында Нанна оттықты алып кітапты өртеп жібереді. Барлығы оны жынды деп атайды, бірақ Нанна жай ғана кітапты өртеуге тыйым салатын ереже жоқ дейді. Қандай жағдай болмасын, оны тәубе бөлмесіне апарады. Онда 2 спикер үнемі 437 ережені айтып отырады. Бұл кез келген адамды жынды ету үшін жеткілікті, бірақ Наннаға бұл әсер етпейтін сияқты. Ол әдеттегі күн сияқты есінеп күледі. Келесі күні Нанна өз сыныбына оралды. Бұл жолы оған мойынсұнбау белгісі ретінде ашық жасыл таспа тағылды. Сыныптастары оның ерте оралғанын көріп таң қалады және Нанна оның барлық 427 ережені жатқа білгенін ашады. Ол сондай-ақ өкіну бөлмесі соншалықты қорқынышты емес екенін айтады. Шындығында, егер барлық студенттер ережелерді бұзса, олар сол жерде үлкен кеш өткізе алар еді деп баяндайды. Әңгіме бірте-бірте оның сыныптастарын қызықтыра бастайды, бірақ дәл осы сәтте Лиза пайда болады.
Тіпті ол Нанноны бостандықта көргенде есеңгіреп қалады, өйткені оны жібергені есінде жоқ. Лиза қызға ережелерді сақтауды ескертеді, бірақ ол бұл мектеп сорлы дейді. Толық болғаннан кейін Лиза Нанноны қайтадан өкіну бөлмесіне апарады. Олар келгеннен кейін Лиза қыздың көзіне өте күшті жарық түсіреді және оны 427 ережені айтуға мәжбүр етеді. Бұл күні бойы жалғасады, бірақ кешке Нанно өз сыныбына қайта оралады. Бұл жолы ол шашын толығымен күлгін түске бояды. Барлық басқа студенттер де қазір оның жағында сияқты. Нанно мұнда келген миссияны баяу, бірақ тұрақты түрде орындай алады. Күткендей Лиза оны қайтадан өкіну бөлмесіне апарады. Онда ол Наннодан не қалайтынын сұрайды. Күлгін шашты қыз біраз уақыт күледі, содан кейін бүкіл жүйенің өзгергенін қалаймын деп мәлімдейді. Студенттердің бостандығын шектейтін барлық ережелер жойылуы керек. Осының бәрін естіген Лиза ашуланшақтықты жоғалтады. Соңғы жаза ретінде ол Нанноның тілін тістеуікпен жұлып алады. Алайда қатты ауырсынуға қарамастан Нанно әлі де күлуді тоқтата алмайды. Кейінірек Лиза өзінің кабинетінде өзінің күнін еске түсіріп жатқанда оған Юрий есімді жаңа студент келеді. Ол өзін таныстырады және Нанноны өте жақсы білетінін көрсетеді, өйткені екеуі де бұрын бір мектепте оқыған. Содан кейін Юрий оны аға инспектор етіп тағайындауды сұрайды, өйткені ол Нанноны бақылауда ұстай алатын жалғыз адам. Лиза оған сенбейді, сондықтан Юрий телефонын алып, бүлікті жоспарлап отырған барлық студенттердің топтық чатын көрсетеді. Ол студенттердің не істеп жатқанын бақылау үшін жалған тұлғаны қолданғанын айтады. Таңданған Лиза ақыры Юрийді мектептің бас инспекторы етіп тағайындауға келіседі. Келесі көріністе топтық чаттағы барлық бүлікшіл студенттер жазаланады. Олар түні бойы тізе бүгуге мәжбүр. Күндер өтіп, Юрий Лизаның сеніміне ие бола бастайды және оның кеңсесіне кіре бастайды. Бір күні ол кеңсеге кіріп кейбір құпия құжаттарды қарап шығады. Юрий де бір нәрсені жоспарлап отырғаны анық. Басқа жерде Нанно қайтадан өз сыныбына оралады. Ол тіпті бірнеше күн бұрын тілін кесіп тастағанына қарамастан сөйлей алады. Ол үстеліне келгенде оны күтіп тұрған конвертті табады. Ол өте құпия деп жазылған қызыл таспамен оралған. Нанно конвертті ашқан кезде жай ғана жымиды. Содан кейін сахна бірнеше сағаттан кейін Нанно плакаттар үйіндісімен бір жерге барады. Жолда ол өзінің ескі дұшпаны Юриймен кездеседі. Оған конвертке оралған таспа тағылған. Бұл оның жіберуші болғанын көрсетеді. Нанно асығыс болып көрінеді, сондықтан ол Юрийге кетер алдында оның жолынан шығуды айтады. Біраз уақыттан кейін ол жоғарғы қабатқа көтеріліп, бірнеше плакаттарды жабыстыруға дайындалып жатыр. Бірақ сол кезде Лиза оқиға орнына келіп, оны тоқтатады. Ол бұл плакаттарда не бар екенін сұрайды, және Нанно күлімсіреп мектептегі сыбайлас жемқорлық туралы барлық ақпарат бар екенін түсіндіреді. Жыл сайын үкімет және басқа да бірнеше ұйымдар өз шарттарын жақсарта алады деп үміттеніп, мектепке миллиондаған доллар береді. Алайда бұл қаражаттың 5% да ешқашан пайдаланылмайды екен. Мектеп бұрынғыдай лас, бөлмелері тозған және тағамның дәмі қоқыс сияқты. Барлық мұғалімдер ақшаны өздеріне қалдыратыны анық. Осының бәрін естіген Лиза салқынқандылығын жоғалтады және плакаттарды жұлып алуға тырысады. Нанно оны жібермейді, сондықтан олардың арасында аздап төбелес болады. Бір қызығы, Юрий мұның бәрін бұрыштан жазады. Біраз уақыттан кейін ол екеуіне жақындап, кенеттен Нанноны балконнан соқтығысып, оны бірден өлтіреді. Нанноның өлтірілуінен бүкіл мектеп жарақат алды. Осы уақытта Юрий барлық плакаттарды тастап, оқушыларға мұғалімдерінің қаншалықты жемқор екендігі туралы хабарлайды. Ол сондай-ақ бұрын жазған бейнесін топтық чатқа жібереді. Осылайша Лиза Нанноның өліміне жауапты болып көрінеді. Жоспар жұмыс істейді және студенттер бейнелер мен плакаттарды көргеннен кейін олар ашуланады. Бірнеше секунд ішінде олар жануарларға айналады және Пантана мектебінің барлық мұғалімдерін қуа бастайды. Лиза да ұсталады және басқа мұғалімдер сияқты оны байлап ұрып тастайды. Кейінірек барлық мұғалімдер негізгі залға келінеді. Қазір студенттердің дауысы ретінде әрекет ететін Юрий алға шығып, ережелер өзгеретінін хабарлайды. Көптеген жылдар бойы студенттер репрессияға ұшырады және азапталды. Бірақ қазір керісінше, мұғалімдер өз ережелерімен ойнауға мәжбүр болады. Егер біреу бағынбаса, олар өкіну бөлмесінде жазаланады. Осыны айта отырып, ол барлық мұғалімдерге мойындауларын қағазға жазуды бұйырады. Олардың көпшілігі мойынсұнған кезде зұлым Лиза жай күледі және ештеңе жазудан бас тартады. Бұл студенттердің бірін ашуландырады, сондықтан оған сабақ беру үшін тұншықтырғышты қолданады. Өкінішке орай, құмарлықтың ыстығында ол Лизаның тыныс алуын тоқтатқанын түсінбейді.
Барлық оқушылар баланың мұғалімін өлтіргенін білгеннен кейін, олар кенеттен оған шабуыл жасайды. Кейбіреулер оны өкіну бөлмесіне жіберу керек дейді, ал басқалары оны орындауды талап етеді. Бақытымызға орай, директор қолында мылтықпен соңғы сәтте келеді. Ол бәріне отставкаға кетемін деп қорқытады, содан кейін ұсталған мұғалімдерді босатады. Осыдан кейін мектеп директоры оқушыларға таңдау жасайды. Егер олар өздерінің қылмыстарын мойындап, енді ешқашан тентек болмауға уәде берсе, ол олардың қателіктерін кешіреді, тіпті Лизаны өлтіру. Ол мұны айтқаннан кейін, көптеген қорқақ студенттер кешірім сұрай бастайды, бірақ кейбіреулері үнсіз қалады. Олардың бірі Юрий. Біраз уақыттан кейін директор бұл бүлікшіл студенттерді жазалау үшін бір жерге жинайды. Алдымен ол Юрийді шақырады, өйткені ол бәрінің бастамашысы болды. Содан кейін ол өткір пышақты алып, оны өлтіруге дайындалады. Бірақ дәл сол кезде қанды Нанно пайда болады. Ол керемет түрде өлімнен қайта тірілді. Содан кейін оның басқа 3 нұсқасы пайда болады. Бірінің тілі кесілген, екіншісінде жасыл лента, ал соңғысы мектепке жаңа келген Нанно. Нанноны жазалаған сайын жаңа нұсқасы оның бұрынғы мәнін ауыстырады екен. Бұл оның өкіну бөлмесінде қамалғанына қарамастан, неге әрқашан өз сыныбына оралғанын түсіндіреді. 4 бала күтушілер қорқытқан мұғалімдерді тұзаққа түсіріп, барлық есіктерді бірден құлыптайды. Содан кейін жақында қайтыс болған Нанноның нұсқасы директорға қарсы шығып, мылтықты таста деп қорқытады. Соңғысы жоқ дейді, және оған триккерді тартуға дайындалып жатыр. Бірақ сол кезде барлық студенттер өздерінің ең қауіпті қаруларын, смартфондарын шығарады. Олар тікелей эфирге шығады, және тәртіп үшін шәкірттерін өлтіруге дайын зұлым директорын жазады. Бұл үлкен семіз директорды қорқытады, және ол мылтықты түсіреді. Ол мұны жасағаннан кейін студенттер оны қоршап алып құлатады. Дүрбелеңді пайдаланып, айлакер Юрий қашуға тырысады, бірақ Нанно оны тоқтатады. Осылайша Пантана Виттая мектебінің бүкіл әкімшілігі тізерлеп отырды. Енді студенттерге жазаланудан қорқып өмір сүрудің қажеті жоқ. Олар қарапайым орта мектеп оқушылары сияқты алаңсыз және бұзық болуы мүмкін. Соңғы көріністе Нанно өзінің дұшпаны Юрийді барлық мұғалімдермен бірге тәубе бөлмесіне қамайды. Содан кейін оның мақсаты орындалған кезде ол мектептен бір жола кетеді. Фильм осылайша аяқталады. Басқа да киноларды біздің арнамыздан көре аласыз.